Назар аудар. Бұл жерде сенің қолыңның ептілігі өте маңызды. Егер сен кешкісін жұмыстан үйге шаршап келіп, адреналин жетіспей жүрсе, онда Bones платформасынан авиатор ойынын ойна. Ол ойын сені сергітіп қана қоймай, көптеген ақша атуыңа мүмкіндік береді. Мен кешкісін 1 сағат уақытымды осы платформаға арнап, жүріп тұруыма жететін ақша тауып жүрмін. Сен де бағыңды сынап көр. Сіздер үшін өте керемет жаңалық. Егерде қара 100 промокодын терсеңіз, сізге 1 миллион теңгеге дейін бонус беріледі. Сілтемені бекітілген комментарийге тастап кетемін. Тезірек кірде. Қара 100 промокоды арқылы 1 миллион теңге бонус ал. Бәріңе сәлем достар, сендермен Қарасаунд ТВ арнасы. Бүгінгі бөлімде хоккей тарихындағы ең ауыр жарақат, яғни қақпашының тамағын конькидің жүзімен тіліп, мұз айдынын қанға толтырып, 300 рет тігіс жасалған Клинт Маларчуктың сұмдық оқиғасын баяндаймын. Клинт Маларчуктың Вашингтоннан Баффалоға алмасуы украиндық қаны бар канадалық қақпашының мансабы үшін ақырғы жолдама болған еді. Альберта штатының тумасы көптен бері Капиталзда 3-ші қақпашы болса, ал Сейберсде негізгі қақпашылардың жарақатына байланысты ол соңғы орында тұрған, дегенмен әлі де болашағы бар Маларчукке көпшілігі назар аударды. Жаңа орында Клинт өзін тамаша көрсетіп, алғашқы 5 матчта 3 жеңіске жетіп, КХЛ клубтарының толыққанды номері 1-ші қақпашысы болуға дайындалды. Бірақ клубты ауыстырғаннан кейін 2 аптадан кейін Маларчуктың өмірінде ең ауыр сәті орын алды. Себебі 1989 жылы 22 наурызда Сент-Луиске қарсы матчта ол мұз айдынында өлуі керек еді. Шахтар командасының пайдасына 1-0 есебімен ойын есебі ашылды. Сент-Луис командасының ойыншысы шайбаны қақпадан қисық ұрғанда шайба үшін талас болып, Уве Крупп пен Стив Татл арасында төбелес басталды. Соңғысы құлап бара жатып, аяғын көтеріп жіберіп, конькидің жүзі қарсылас қақпашысының тамағына тиеді. Господи, что случилось? У него течет кровь. Не снимайте, уберите камеру и не показывайте это. Бұл соққы дулығадан ұрғандай болды. Ешқандай ауырсыну байқалған жоқ. Бірақ мен дулығамды шешіп қалдым. Сосын қанды көрдім. Айналаның бәрі қып-қызыл түсті болып кетті. Жүрегім соққан сайын қанның ағуы доғарар емес. Қан артериядан кетіп барады. Қанды тоқтатпақ болып, мойнымнан ұстасам да ол саусақтарымның арасынан атқылап жатты. Қанның тоқтамай ағып жатқаны сол еді, алға барып құладым. Бірақ қан одан әрі тоқтамай сорғалап ақты, деп жазады Клинт өз кітабында. 15 сантиметрге дейін атқылаған қан қақпашының айналасын санаулы секундтарда қып-қызыл қан қылды. Тамағы тілінген адам 3 минуттан артық өмір сүре алмайтынын мен білдім. Ал мен анамның бұл матчты теледидардан көріп отырғанын білетіндіктен тезірек трибунадан кеткім келді. Әйтпесе анамның ұлының қалай мұз айдынында өліп бара жатқанын көруін қаламаймын деп Клинт ақталды. Трибунада отырған бірнеше жанкүйер көргендерінен естерінен танып қалды. Бірақ Сент-Луис командасының шабуылшысы Рик Мигер байсалдылық танытып көмек сұрай бастайды. Осы кездесудің арбитрі Терри Грексон Клинтке жеткенде ойыншының естеліктеріне сәйкес оның көздері ұясынан шығып кете жаздаған. Грексон, зембіл ал, ол қансырап жатыр деп айқайлап жіберді. Маларчуктың қасына бірінші болып Баффало физиотерапевті Джим Пиццутелли болды. Ал дәріханалық Марлсон Клинттің тамағына басып, әрең дем алатындай етіп қақпашының өмірін сақтап қалған сол болатын. Зардап шегуші жөтеліп ақырын сыбырлап, «Джим, бұл ұйқы артериясы» деді. Дәрігер оған сабырлы да салмақты үнмен, «Менің айтқанымды істе» деп жауап қайтарды. Пиццутелли Вьетнам соғысының ардагері, онда ол жауынгерлік инженер ретінде барды. Аптаның 2-ші күні соғыс қимылдары жүріп жатқан ауылды аралап келе жатқан Джим және тағы 4 сарбазды жүк көлігі басып кетті. Болашақ Баффалоның дәрігері жеңіл жарақат алып, ал қалған сарбаздардың бірі жыраға құлап, содан кейін ол металдың қатты соққысынан ақыл есін ұмытып қалған. Басқа зардап шеккендерге медициналық көмек қажет болды.
Дәл осы сәттен кейін Джим спорттық медицинаны оқуға шешім қабылдап, біраз уақыттан кейін адам ағзасы туралы бәрін біле бастады. Ал сол кеште бұл білімі оның Маларчуктың өмірін сақтап қалды. Джим қақпашының қаны ағып жатқан тамырды басып, оған киім ауыстыратын бөлмеге дейін жетуге көмектесті. Дәрігерлер орамалды алып бар салмағымен тамағыма басты. Кейде олар мен дем алуым үшін қолдарын босатып жаймен ұстады. Бірақ қан сонда да ағып жатты. Сондықтан бәрі қайта-қайта қайталанды, дейді Маларчук. Клинттің бірнеше себептер бойынша жолы болды. Баффалодағы стадион жобасы киім ауыстыратын бөлме орындықтарының артында емес, қақпаның артында болатындай етіп жасалған. Сондықтан қақпашы мұз айдынын тез тастап кете алатын. Бұл кезеңде Маларчук мұз айдынынан шығуға жақын қақпаларды қорғады. Әйтпегенде ол құнды секундтардан айырылып өліп қалуы мүмкін еді. Жедел жәрдемнің келуі ұзаққа созылғандай болды. Бірақ ол небәрі 10 минут жүрсе керек. Жедел жәрдем келген соң, зембілге жатқызып қолыма дәрі тамызғыш салды. Маған 1-2 тігіс жасаңдар, мұз айдынына қайта шығайын деп қалжыңдауға тырыстым. Осыны айтқанымда, жарадан қайтадан қан кете бастады. Менің әзіліме ешкім күлген жоқ. Айналаның бәрі құдды бір елес сияқты әппақ болғаны көзге елестеп, мен осымен бәрі бітті деп ойладым, дейді Клинт Маларчук. Ауруханаға барар жолда Пиццутелли зақымдалған артерияны қысып, қанды тоқтатуға тырысты. Маларчук ауруханаға хоккей формасымен түсті. Дәрігерлер оны шешіндіріп үлгермеді. Клинтті жедел жәрдем бөлмесінің есігінен әкеліп, оған құтқару операциясын жасау үшін эвтанизация жасалды. Дәрігерлер Баффало қақпашысының өмірі үшін күресіп жатқанда, сол матчтың қатысушылары есеңгіреп қалды. Зардап шегушінің жақын досы Грант Ледрят өзін қоярға жер таппай, ол әрі-бері жүріп, Сейбрздың киім ауыстыратын бөлмесінде өкіріп жылады. Матчты жалғастыруға екі командада да құлшыныс болмады. Бірақ Маларчуктың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ деген хабардан кейін кездесуді жалғастыру туралы шешім қабылданды. Ұзақ уақыт бойы өз әріптесінің қаны тамған жерде өз командасының қақпасын қорғауға мәжбүр болған Баффалоның қосалқы қақпашысы Жак Клутияның қандай сезімде болғанын елестетудің өзі қорқынышты. Негізі мен өз-өзімді мақтан тұтамын, себебі берілмедім. Соңына дейін күрестім, осының барлығына да мен шыдадым. Әрі қарай өмір сүруім үшін барымды салдым, дейді Клинт Маларчук. Пышақтар командасының қақпашысын құтқару операциясы шамамен 1,5 сағатқа созылды. Маларчуктың мойнына 300-ге жуық тігіс жасаған. Егер Татлдың конькиі 3 мм жоғары тигенде, онда зардап шегушінің өліп кетуі сөзсіз еді. Бірақ Клинттің жолы болып, келесі күні ол ауруханадан шығып үйіне қайтты. Бір қарағанда хоккей тарихындағы ең ауыр жарақат туралы оқиға бақытты аяқталды. Алайда Маларчуктың басынан өткерген оқиғасынан кейін ол психикалық ауруға шалдықты. Клинт ұзақ уақыт бойы қорқынышты түстер көріп, денсаулығын күтпеген жерден ауыр жарақат алып қалуы мүмкін деген ойлармен үнемі мазасызданды. Хоккейге оралғанымен оның бойында қорқыныш пен үрейдің үнемі болуы салдарынан ол ешқашан өзін өзі жақсы қақпашы ретінде көрсете алмады.